Сәлем сырласым арнасының тыңдармандары. 99% тыңдарманым мені тіркелмей тыңдайды екен. Маған тіркеліп, өз ойыңызды комментарияға жазып, қолдай кетіңіздер. Бір анадан ала да құлада туады деген рас екен. Бұрынғы күйеуіме қараймын да, қазіргі күйеуімен арасы жер мен көктей екенін түсінем. Қазіргі күйеуім бұрынғы қайным. Күйеуімнің көзі тірі бола тұра қайныммен көңіл қостым, дейді Ақмарал. 20-мда кіші жеңгем таныстырған жігіттің босағасын аттадым. Түргін жақындағы таныстары екен. Мақтауын келтіріп, мен тұрмысқа шыққанша шырылдап жүрді. Күйеуіммен көп кездеспедік. Ауыл арасы алыс болғасын, тек телефонмен сөйлесіп жүрдік те, бір күні менің келісіміммен алып қашты. Алғашында бәрі жақсы болатын. Бара сала аяғым ауырлады. Таңертең сәлем салған сайын енем ұл тап деп бата беретін. Әр әңгімесінде ішіңдегі бала ұл болады-ау деп күліп отыратын. Ай күнім жетіп, қыз босандым. Енемнің шынайы бет бейнесі осы кезде ашылды. Жаман қатын қыз туады. Немене, бұтыңды цементке төсеп отыра бергенсің бе? Денеңді суып басып қыз тудың, деп кекетіп мұқатып сөйлейтін болды. Құдай-ай, менің балама бір жері тартпаған ғой мынаның, түрін құрсын, деп немересін ұстамайтын. Мейірімі түсіп қараған емес. Күйеуім де шешесінің айтқанына үнсіз келісе кететін. Қызын еміреніп қолына алған емес. Мынауың жылап жатыр еу, деп шақыратын. Как будто төркінімнен туып келген қызымдай қарайды. Ол кезде өзім де бала болдым ба, онша-мұнша сөздерін елемей жүре бердім. Бірақ көп өтпей екіншіме аяғым ауырлады. Ол кезде Құдайдан ұл болса екен деп тіледім. Себебі екінші ұл болмаса, енемнің мені қарғап сілейтіні анық еді. Біз айтқанымызбен Құдайдың өзінің жоспары бар ғой. Екіншімде қыз боп туылды. Мамамның айтқаны рас, сенің құйрығың тек қыз шығаратын завод екен, деп күйеуім ішіп келіп ұратын. Ондайда үйде жүрген қайным араға түсіп, мені арашалап алып қалатын. Неге екенін білмеймін. Енем мазақтап, күйеуім жұдырық ала жүгіргенде, қайным бір сөзбен тыйып тастап отыратын. Өзімен жасты, әңгімеміз де жарасатын. Үйленсейші, деп арасында әзілдеп қалам. Сені жүндей түтіп жатыр. Менің әйелімді мыналар аяйды дейсің бе? Үй алып, бөлек кеткенде бірақ үйленем, деп күліп қоя салатын. Осы жерде тағы бірдеңе есіме түсіп отыр. Күйеуім де, енем де қыздарымның туған күнін тойлатқан емес. Не керегі бар соның? Деп жекіп тастайтын. Туған күндеріне ағалары ғана торт әкеп, тілек айтып беттерінен сүйетін. Арада 2 жылдай өткенде тағы біреуін тусам, ұлды болатыныма сендім. Ауылдағы акушер апайға барып есептетіп, керекті ем-домымды алып, үшіншісін көтердім. Осыдан ұл болмаса көресің деп, күйеуім қайта-қайта ескертіп отырды. Өзіге түсіп, қыз екенін білгенде, үлкен жеңеме барып әбден жылағам. Мынаны алдырып тастайым дедім. Жеңгем райымнан қайтарды. Қайдан білесің? Осы қыздың ертең сенің маңдайыңды жарқыратар мықты министр болатын шығар. Құдайдың бұйыртқанын көреміз. Күйеу балаға да ақыл кірер, үндеме. Қыз не, ұл екенін айтпай жүре бер. Туып алғасын бір мәнісі болар деп жұбатып қайтарды. Қыз туғанымды естісе, енемнің 2 қызымды ұрып тастайтын біліп, алдын ала ағамның үйіне жібергем. Күйеуім перзентханаға әкеп, қыз екенін білгенде, телефон шалып, енді үйге келмей-ақ қой, мен басқа қатын алам, деп кетіп қала салды. Ол үйге енді қайта бармайтынымды туып жатып түсіндім. Перзентханадан ағам, жеңгем, ауылдан қайным келіп шығарып алды. Қайным, Мақсат пен мамама ренжімей-ақ қой, әлі-ақ тәубелеріне келеді, адамның қадірін білмей отыр ғой, деп көзіне жас алып қалған тұғын. Аға жеңгемнің үйіне келіп, қарындастарын көріп тұруға рұқсат сұрап қоштасты. Обалы не керек, үлкен жеңгемнің даналығы ғой. Менің 3 қызымды өз балаларынан кем көрмей 1 жыл бақты. 1 жылдан соң
үшеуін де бақшаға беріп дүкенге сатушы боп кірдім. Осы уақыт аралығында қайным келіп жағдайымызды біліп тұратын. Қыздар ауырып қалса дәрі-дәрмегін жеткізіп беріп жиі телефон соғып жүрді. Арада тағы бір жылай өткенде қайным маған сөз салды. Бұл уақытта күйеуім басқа біреуге үйленіп кеткен. Ол әйел де бір қыз туып, бірақ енем оған қарсы сөз айта алмаған. Мен мына қыздарды ойлаймын. Сенің де жалғыз қалғаның жаныма батады. Осы қыздарды екеулеп өсірейік, маған тұрмысқа шық. Әлі үй алмадым, бірақ пәтер жалдап сендерді асырауға шамам келеді деп айтты. Сол қатынмен қосылсаң, менің бетімді көрмейсің деп шешесі аттай тулаған екен. Олармен бір жола қоштасыпты. Қайнымның ұсынысын ағам мен жеңгеме айтып едім, ағам біраз қарсы болды. Бауыры анандай, бұл қай бір жетіскен адам дейсің, деп шықты. Бірақ жеңгем сенді. Бұл жігіт басқаша, жүрегінде иманы бар, басқа біреу сенің қыздарыңа қалай қарайды, ал мынау өзіңнің қаны ғой, деп ағамды көндірді. 3 жыл болды, бұрынғы қайныммен біргеміз. Жақында ұл таптым. Күйеуімнің қуанышында шек жоқ, қыздарым да бақытты. Жұмыстан келсе папалап алдына жүгіріп шығады. Кезіндегі жылап жүрген күндерімнің өтеуі осы болды. Әр күніме шүкір етіп отырмын. Назарларыңызға рахмет.